Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 31-ші сабақ литр тақырыбымен танысатын боламыз. Ең алдымен каналға тіркеліп алайық балалар. Сабағымызды бастайық балалар. Бірінші литр бұл сыйымдылықтың өлшем бірлігі. Бірінші суретке назар аударайық. Сұйық заттардың мөлшерін қалай салыстыруға болады дейді бізге. Балалар, өлшемі көрсетілген бірінші ыдысқа құмыра, пластмасс және банкадағы сұйықтықтарды кезекпен құйып, сыйымдылығын анықтаймыз. Содан кейін салыстыруды орындаймыз. Себебі ыдыстардың пішіндері әртүрлі болғандықтан, олардың сыйымдылығын көзбен салыстыра алмаймыз. Яғни бұл жерде бізге практикалық жұмысты қажет ететін тапсырма екен. Балалар, өздерің осы суреттегі заттарды алып, үйде немесе сабақта мұғаліммен бірге жасап көретін тапсырма екен. Сонымен бізге берілген келесі тапсырма: қай ыдыста су көп екенін анықтауға бола ма? Қалай тексеруге болады? Балалар, шелектерге назар аударамыз. Оның ішіндегі суға назар аударамыз. Бірінші шелекте ең азы, екінші шелекте шамалы одан көп, үшінші шелекте одан көбірек, төртіншіде көлемі кішкентай, бірақ толық екен. Ал бесінші шелекте орташа, алтыншы шелекте толық су берілген екен. Балалар, сыйымдылық бұл шама. Литр бұл сыйымдылықтың өлшем бірлігі. Яғни біз сұйық заттарды литрмен өлшейді екенбіз. Үшінші тапсырма: сыйымдылықты салыстыр. Балалар, бізге пластмассада 1 литрлік су, 6 литрлік су және аквариумда 9 литр су берілген екен. Яғни біз бұларды салыстырамыз. 6 литр 1 литр судан үлкен, 9 литр аквариумдағы су 1 литр судан үлкен және 9 литр су 6 литр судан үлкен екен балалар. Келесі астында 7 литр аквариумдағы су, тефальдағы 2 литр су және қазандағы 5 литр суды салыстыратын боламыз. Яғни бұлардың сандарын салыстырамыз. 7 литр су 5 литр судан үлкен, 7 литр су 2 литр тефальдағы судан үлкен екен. 5 литр 2 литрден үлкен, яғни артық деген сөз балалар. Келесі тапсырма: бірінші бағанға қосындыларды, екінші бағанға айырмаларды жаз. Олардың мәндерін тап. Балалар, бірінші бағанға қосындыларды жазамыз. 2 литр қосу 6 литр тең 8 литр. Осылай, екінші бағанға 8 литр азайту 3 литр тең 5 литр деп екі бағанға бөліп, есепті толық шығарамыз.